4 сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы етістіктің жіктелуі. 81-ші жаттығу мәтінді тыңда. Кейбіреулер ошақтың күлін қорадағы малдың қиын судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп суды былғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төмендегі ел де мал да сол суды ішуге мәжбүр болады. Соның салдарынан өсімдіктің өсуі нашарлайды, мал азады. Бұлақтың бас жағында тұратындар төмендегі елді де ойлауы керек. Суға көрінген нәрсені тастай бергеннің де түбі зиян. Сондықтан бабаларымыз күл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк деп өсиет айтқан. Су таза болсын, судың ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын десеңдер, ағын суға лас нәрселерді тастатпаңдар. Мәтіннің авторы Спандияр Ақаев. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт. Бабаларымыз айтқан өсиет сөзді көшіріп жаз. Бабаларымыздың айтқан өсиет сөзі күл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк. 82-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен бөлмені тазалаймын. Сен гүл отырғызасың. Ол арықты тазалайды. Біз өсімдіктерді күтеміз. 83-ші жаттығу жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Кіден егер бастасаң, шомыласың суына. Шыдан егер бастасаң, жазда аунайсың құмына. Тыдан егер бастасаң, төрт түліктің баласы. Сыдан егер бастасаң, аққайыңнан аласың. Мұзафар Әлім. Жұмбақтың шешуі балалар көл, шөл, төл, сөл деген сөздер шығады. Егер бұл жерден біз балалар етістіктер табатын болсақ, бастасаң, шомыласың, аунайсың және аласың деген сөздер шығады. Бұл сөздер балалар екінші жақта айтылып тұрған сөздер екен. Келесі тапсырмамыз. 84-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Уланса ауа, уланамыз бәріміз. Уланса су, уланатын тағы біз. Уланса жер, уланады өсімдік, уланады оны жеген малымыз. Уланса мал, у тарайды бізге де. Уланбаудың жолы қандай балалар? Уланбаудың жолы табиғатты, қоршаған ортаны ластамау. Қоқыс зиянды заттарды шашпау. Керісінше таза ұстап, қамқор болу. Келесі тапсырмамыз 85-ші жаттығу. Мақал-мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе. Яғни ағынды суға жаман лас суларды төгуге болмайды екен. Екінші мақал. Ағын суы бал татыр, ақ шабағы май татыр. Бұл жерде балалар бұл мақалдың мағынасы ағын суға, жаңа айттық қой, лас суларды төгуге болмайды. Егер оны суды таза ұстайтын болсақ, біз сол судағы өсіп жатқан балықтардың өте керемет болып, дәмді болып өсуіне біз себеп тигізеді екенбіз. Яғни май, шабағы май татыр дегеніміз майлы болады деген сөз. Үшінші мақал. Арық бар жерде су бар, су бар жерде ну бар. Бұның мақалдың мағынасы балалар, ағып тұрған ағын судың жан-жағында өте көп деген өсімдіктер болады және ол ну болады деген сөз. Төртінші мақал. Жылап жүріп арық қазсаң, күліп жүріп су ішесің. Яғни біз арық қазуға шаршаймыз, қиналамыз, қиналсақ та сол арықты қазатын болсақ, күліп жүріп сол арықтан су ішеміз және өзімізге неше түрлі өсімдіктер егеміз. Бұл өте бізге пайдалы нәрсе екен. Енді балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бізді тыңдап, жақсы ақпараттар алды деген ойдамыз. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.
Соңғы мақалымыз балалар, жылап жүріп арық қазсаң, күліп жүріп су ішерсің. Бұл мақалдың мағынасы балалар, егер сен қиналып, әбден жаңағы қиналып жүріп арықты қазатын болсаң, күліп жүріп су ішесің дегеніміз, су келген кезде өсімдік те барлығы жайқалып өседі. Бізде өмірімізде сусыз тіршілік жоқ қой, сол себепті сен күліп жүріп су ішесің деген мағынада екен. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге көптеген жақсы ақпараттар берілді деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.